қарасам дүркіреп тұр ғой. Ой, жақсы, әдемі. Анау бізге қарай келетін сияқты. Кім? Анау. Камерадан көрген сияқты ғой. Демейкі, артық маска бар ма? Жоқ. Анау, неде ашады қазір? Жай жылжы берейік. Кеттік. Адамдардың жұмыссыз жүрген біліп тұрып штраф салады бұлар да. Жігіттер! Штраф салудан басқа не білет бұлар? Жігіттер! Біз баға? Полиция қызметкері сержант Ерубай. Жігіттер, неге маскасыз жүрміз? Енді аға бағана үйде шыққанда тақ шыққам. Қайда түсіп қалған? Мен де. Енді жан-жақтың бәрін көріп тұрсыңдар ғой жігіттер, не болып жатқан. Соның бәрі сақтық шаралары сақтамағандықтан. Рас айтасың. Болды аға, ағамыз ғой. Онда жігіттер... Аға, өтініш хаттаманы толтырмай бір жоғыта жібере салыңызшы. Аға. Жібере салыңызшы аға. Енді жігіттер түсінем, жассыңдар. Үйде отырған ата-ананы ауру өзі деп бармайды. Сендер сияқты көшеде сақтық шараларын жасамай жүрген адамдар алып барады. Түсінеміз ғой аға енді. Жібере салыңызшы. Сондықтан да отбасыларыңа пайдаларын тимесе де зияндарын тимесін. Маск тағып жүрмін. Рахмет аға. Жақсы аға. Сау болыңыз аға. Полиция қызметкері сержант Ерубай. Маск тағып жүрміз.